жобаға қатысушылар экология заңнамалық талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Қоғамдық тыңдауларды өткізу түрін таңдауды ұсынамын. Орыс немесе қазақ тілі. Бүгін қоғамдық тыңдаулар келесі жоба қаралуда. Депауэр KZ үшін әсер етуге экология рұқсат алуға арналған өтінімді материалдары бойынша мемлекеттік экология сараптаманы жүзеге асыру үшін ашық жиналыстар нысанында Қарағанды облысы Нұра ауданында көмірді байыту бойынша ұсақтау-сұрыптау кешені жобасы. Құжаттар пакеті қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Тыңдаулардың төрағасы мен Сәрсен Жасайжанапқызы. Қоғамдық тыңдауларға өткізу үшін біз хатшыны сайлауымыз керек. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде Гүлжан Жақсылықованы сайлауды ұсыныс етемін. Қолдарыңызды көтеріңіздер. Құрметті тыңдау қатысушылары, келесі жұмыс регламенті ұсынылады. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 20 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 10 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 20 минутқа дейін, қорытындылау 5 минутқа дейін. Ұсынылған регламентпен кім келіседі, кім келіспейді, дауыс беріңіздер. Тыңдаулардың қорытындысы бойынша Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі сайтында, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкінде танысуға болатын жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалады. Қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын. Сөз баяндамашыға беріледі. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, менің атым Гүлжан Алабергенова, мен Экоконсалт жеке кәсіпкерлік жобалық ұйымының өкілі боламын. Бүгін қоғамдық тыңдауларға Қарағанды облысы Нұра ауданында көмірді байыту жөніндегі ұсақтау-сұрыптау кешені үшін экологиялық әсер етуге рұқсат алуға өтінімге жобалық материалдар ұсынылады. Құжаттар пакеті қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Экологиялық кодекске сәйкес жоспарланған қызмет екінші санаттағы объектілерге жатады. Депауэр KZ жеке шектеулі серіктестігі өнеркәсіптік алаңы Шұбаркөл станциясының солтүстік-шығыс бөлігінде Қарағанды облысы Нұра ауданы Шұбаркөл кенті нөмір 101 жер учаскесі, нөмір 116 жер учаскесіне орналасқан. Әкімшілік жағынан жұмыс учаскесі Нұра ауданында Қарағанды қаласынан оңтүстік батысқа қарай 350 шақырым жерде орналасқан. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Депауэр KZ жеке шектеулі серіктестігі болып табылады. Компанияның өкілдері қазіргі уақытта тыңдауға қатысып отыр. Үшінші тарап кен орнында өндірілетін көмір шарттық міндеттемелер шеңберінде Депауэр KZ жеке шектеулі серіктестігінің темір жол тұйықтарына жеткізіледі. Көмір қоймасы мен көмір өнімдерінің негізгі мақсаты көмірді қабылдау және сату. Қосымша өндіріс көмірді бастапқы өндіру болып табылады. Оған келесі технологиялық процестер кіреді. Ол ұсақтау-сұрыптау кешеніндегі ірі фракцияны ұсақтау. Бұл учаскенің өндірістік қуаты жылына 200 мың тонна көмірді құрайды. Көмірдің ірі фракцияларын ұсақтау қажет болған жағдайда рескі көмегімен жүргізілетін болады. Ұсақталғаннан кейін көмір таспалы конвейерге түсіп жинақталады. Нысанды пайдалану 26 жылдан 35 жылға дейін жоспарланған. Қойманың жұмыс режимі жыл бойына, яғни 365 күн. ДСК жұмыс режимі 246 күнді құрайды. Жұмыстар 5 күндік жұмыс аптасы кезінде ауысымына 8 сағаттан бір ауысымдық режимде жүргізілетін болады. Қондырғыларға қатардағы көмір жөнелтуші талап етілетін сапаға сәйкес бөгде ұйымдардың өндіру кенжарларынан автосамосвалдарына жеткізіледі. Көмірді тау-кен кенжарларынан теміржол тұйығына автосамосвалмен тасымалдайды. 25 тонналық автосамосвалдар. Жұмыстарды орындау үшін 2 автосамосвал тартылатын болады. Көмірді түсіру нөмір 1 уақытша қоймаларға жүргізіледі. Көмір қатарынан орынды ауыстыру және қалыптастыру шөміш көлемі
3 метр куб фронтальды тиегіштермен жүктеледі. Шикізат бункерге тиегіштермен жүктеледі. Бункерден алынған шикізат өнімді ұнтақтау мен оны барабан экраны арқылы өткізу үшін ұсақтау сақтау кешеніне беріледі. Шикізат электр арқылы өтеді және одан әрі өнімдер 0,20 мм, 0,50 мм, 20-50 мм, 50-300 мм 4 классқа бөлінеді. Бұл үлкенді класстары 4 таспалы конвейер арқылы тасымалданады. Әрі қарай дайын өнім нөмір 2 уақытша қоймада үйіліп жиналуы мүмкін. Сонымен қатар автоматты түрде 25-тен 1000 кг дейінгі таспалау орау машинасымен қаптарға салынып, нөмір 3 қоймада жиналады. Нөмір 2 уақытша қоймадан көмірді жартылай вагондарға темір жолға тиеу алдыңғы тиегішпен жүргізіледі. Атмосфералық ауаға әсер ету жүзі және СКА шекарасындағы шикі үлесінің рұқсат етілген асып кетуі ретінде бағаланады. Жобаланатын жұмыстардың технологиясын сақтау, штаттан тыс жағдайларда нормативтен тыс шығарындыларды және санитарлық қорғау аймағының шекарасындағы гигиеналық нормативтер көрсеткіштерінен асып кетуді болдырмауға мүмкіндік береді. Өндірістік алаңды пайдалану кезінде көзделіп отырған қызмет процесінде және тұтыну қалдықтарының пайда болуы болжанады. Оның ішінде пайдалану кезеңінде өнеркәсіптік алаңда жылына 0,8 тонна мөлшерінде қалдықтар түзілетін болады. Бұл қалдықтар қауіпті емес, қауіпті және қауіпті қалдықтар жоқ. Барлық түзілген қалдықтар арнайы контейнерлерде жиналады және пайда болған кезде шарт бойынша мамандандырылған кәсіпорындарға одан әрі кәдеге жарату және қайталама шикізат ретінде пайдалану үшін беріледі. Экологиялық кодекске сәйкес 1 және 2 санаттағы объектілердің операторлары өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Бұл бақылаудың мақсаты өндірістік процестерді бақылау және реттеу, экологиялық заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, штаттан тыс жағдайларда жедел ден қою болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылауды экологиялық рұқсаттың бір бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде 1 және 2 санаттағы объектілердің операторлары жүргізеді. Жалпы өсімдіктер мен жануарлар әлеміне теріс әсерді азайту үшін мынадай қарапайым іс-шараларды орындау қажет. Алаңдар мен іргелес алаңдар аумағын таза ұстау, жол желісінен тыс рұқсатсыз жолдарды болдырмау, өнеркәсіп алаңының аумақтарына жыл сайын көгалдандыру, көшеттер отырғызуды жүзеге асыру, жасыл желектерді күтіп баптауды және суаруды қамтамасыз ету. Бұдан басқа атмосфералық ауаға шығарындыларды азайтуға бағытталған, мысалы шаң беттерді суару, тасымалдау кезінде автомобильдердің шанақтарын жабу, автокөліктер мен жабдықтардың жарамдылығын бақылау сияқты табиғатты қорғау іс-шараларының кешені әзірленді. Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары экспозицияға рұқсат алушы материалдардың ажырамас бөлігі болып табылады. Тұтастай алғанда, жұмыстарды жүргізу ауданындағы қоршаған ортаға әсер ету, ұсынылған табиғатты қорғау іс-шараларын сақтау кезінде төмен мәнге ие болады деп күтілуде. Жобада көзделген технологиялық шешімдерді сақтай отырып, жұмыстар қайтымсыз сипатқа ие болмайды және жануарлар генофондына және қарастырылып отырған аудандағы өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігіне әсер етпейді. Осымен баяндамам аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қосымша сұрақтарыңыз болса? Талай егеттедіңіз бе? Талдар егеттедіңіз бе? Сондай жоспарлар қарастырылған. Бірақ егіле ме? Егілмейді. Осы да бар. Айтайын. Мына Арбат алғаш салғанда осындай бағдарламамен келген. Мына немен бәріне былай тал отырғызылады деген. Bir тал отырғызылған жоқ, бірінен қазір судың өзін қоймайды. Сіздердің анаға айтып отқандарыңыздың бәрі өтірік. Мысалы, мына сіздер ашып отырса, мынау мысалы жаңа тұрып жерден қанша километрде болу керек? Заң бойынша айтыңыздаршы. Заң бойынша қанша километрден ашу керек? 12-де болу керек. 12-15-де. Сіздер міне қасында келеді. Кешегі шаңды көрген жоқсыздар. Ауыл қандай жағдайда болды? Онда біздің бала-шағаларымыз тұрады. Келесі ұрпақ бар бүгін. Сіздер оны ойлап отырған жоқсыз, сіздер жұмыс шаруаларыңыздан ойлап отырсыздар. Келесіздер мынандай нәрсені айтып кетесіздер, бір нәрсе болмайды. Жолды қараңыздар. Әне
68-ден бері қарата жолдың бәрін быт-шытын шығардыңыздар. Қазір біз Қызылжар деген жерге 1 сағатта баратын жолға 3 сағат жүріп жатырмыз мысалы. Ауру адам апарамыз. Бізде мында больница жоқ мысалы. Қандай жағдай жасап жатсыздар? Ауыл ашылғаны 2-3 жыл болды. Қандай ауылға бір жағдай жасадыңыздар? Айтыңыздаршы. Жоқ, бұл кісілердің ашылғанына 3 жыл болған жоқ. Сотынбек ашылғаны 2 жыл болды. Бұлар жұмысты енді бастап жатыр ғой. Шаң. Енді Ана біз ауылда міне қала қатысында қарматасын жалғыз ғана көпіріміз бар. Ана көпірдің үстіне сол сіздердің машинеден өткен кезде шығып сол жерде тұрып көріңіздерші. Анау Совет өкіметінде салынған. Ол кезде 35 тонна деген боша болмаған. Көп болса анау бір 25 тоннаның көпір. Сіздер ол жерден 90 тоннамен өтіп жатсыздар. Ол дұрыс па мысалы? Осын міне былтырдан бері біз айтып келеміз, бірде-бір нәрсе жасап отырмыз. Сіздер өздеріңіз ойлайсыз, халық ойлап отырған жоқсыздар. Онда бала тұрады. Бізге жоқ, міне біз болашақ балалардың, ұрпақтардың біз несін алаңдап отырмыз. Ал сіздер саласыздар, айландыра қазып тастайсыздар. Оған мал түседі. Балалар ойнап жүріп соған кіріп кетеді. Кім оған жауап береді? Неге сіздер камера орнатпайсыздар? Оны неге қазасыздар? Рұқсаттарыңыз бар ма қазақтың? Жоқ, қалай неге қазасыздар? Сіздер оны обязательно сіздер қазу керек қой, қоршау керек қой, сіздер қоршау керек қой. Сетке тартыңыздар, неге қазасыздар? Камера қойыңыздар, онда ұртық кіретін болса. Қазылған шұңқырдан барлығы жаңағы документте көрсетілген көлемде артық ештеңе. Жоқ, сіздер сол туралы халықтан сұрадыңыздар ма? Ол документ министерстводан документ. Жоқ, министерство ол ар жақта жатып сіздерге қоя салады. Неге халыққа келіп сіздер жиналыс ашпайсыздар? Неге айтпайсыздар? Халықтан неге сұрамайды? Әбден болғаннан кейін. Міне сіздер әбден болғаннан кейін келіп ашып отырсыздар ғой сіздер. Болған жоқ, 36 жыл. Біз қарсымыз, ананың бәріне қарсымыз. Халық қарсы. Керек болса біз міне халық уже жиналып сіздердің жолдарыңызды жауымыз деп отыр. Мәселе жүргізбейміз деп отыр. Ал сіздер не істейміз сол болсын. Бұл не сұмдық? Кішкене бізде де ойлау керек қой. Кеше мысалы кішкене жел тұрды, ауылдың іші көк шаң. Тура сол сіздер жатқан болды уже. Бірақ шаң. Далаға кір жая алмаймыз біз. Сіздер өздеріңіздің пәле-пай, кәлімер өткізеді, пәле-пай бүйтеміз. Бұл басында салғанда жауып болады деп салған. Осында жиналыс ашты. Жауып болады, ешқандай шаң далаға шықпайды. роботтар жұмыс істейді, бүйтеді деп салған. Осы кәлімер салған адамдар осында келіп ашып жатыр. Ол уже басқа компания. Енді міне сіздердің жоқ, қараңызшы. Жоқ, қараңызшы, сол кісілер міне айтты, не орындалды бізде. Бұнда орындалды. Қазір мына сіздер бүйтесіздер, біз қол қойып береміз, болды, сонымен сіздер де сол. Ештеңе орындалмайды бұл. Жоқ, ештеңе орындалмайды, білеміз. Жауапкершілік әртүрлі. Жаңа бірінші жиналыста айтылды, суды шаңды басамыз деп барлығы айтылды. Мына көпірлеріңіз бұл кісілердің құзыретіне жатпайды. Мен жатпаса, ана темір жол насатын жол салыңыздар. Салуға рұқсат бермей отыр. Неге бермейді? Алыңыздар. Мына кісілер хатты жолдады, официально міне Міне, жолдап отырған хат. жоқ, сіздер хат. Мені тыңдаңызшы. Мына кісілер міне компанияның өкілдері официально жаңағы темір жолға хат жолдады. Мына көпірге біз бөгет жасамайық, біз темір жол арқылы жол өткізейік деп рұқсат бермей отыр. Қалай бермейді? Бермей отыр. Енді оны біз Онда сіздер бермесе, біз онда мосыны жауамыз, өткізбейміз. Біз қалаға қатынасып отырған жалғыз-ақ мосы, біз қай жерден өтеміз ал? Ертең ана мосты құлайды. Біз қалай барамыз? Ауру адам алып барамыз. Енді онымен ештеңе деп шеше алмаймыз. Ол болмайды, оны шешу керек қой. Бұрын сол темір жолдың ар жағынан бүйтіп өтіп, ана келейден тура сол жерде жол болған. Рұқсат сұрап отырмыз, бермей отыр. Сіздер жүгірулеріңіз керек, ашуларыңыз керек. Официально да хат жолдап отыр. Ол хат жіберіп қойып жата берсеңіздер, ол кім ашады сіздер? Жүгіріңіздер, істеңіздер. Сол жұмыс үшін жүгіруші ғой барлығы. Сіздер қазір сол ана жақтан келе жатқан бір КамАЗды сол жерден жүргізіңіздер де мостың үстіне шығып қараңыздар. Тұрыңыздаршы сол жерге. Суда шаңның бәрі міне бар. Жоқ, ол сол шаңген жоқ, сол ана мостыны қараңдар өздері. Мост кәдімгі бүйтіп шайқалады. Ертең ол құлайды уже. Сіздер ол жерде бір авария болып барып, сіздер жұмыс істейсіздер, әйтпесе істемейсіздер. Қазақстанда солай. Bir ne ölüm болу керек, bir авария болу керек. Ағай, біз ол көпір мемлекеттің балансында. Бірінші жиналыста сіз болған жоқсыз. Ол сұраққа мен жауап бердім. Жауап бергенде енді айқайламай қоямыз. Енді ана сіз 68-ден бері келген жолды қараңыз.
енді сіздердің машиналарыңыз кесіп қой соны. ол жолдан біз ғана жүріп жатқан жоқпыз ғой. Грузбен сіздер жүріп жатсыздар. Сіздер Біз ғана жүріп жатқан тонна жоқпыз. деп жатсыз. Премиум жүріп жатыр, көмір жүріп жатыр, Ол жерде крупняктар жүріп 25 жатыр. тоннамен сіздер жүрмейсіздер ғой. Қандай мешітте 25 тоннамен келіп жатыр ана жерде? Одан мен сізге айтып жатырмын, біз ғана жүріп жатқан жоқпыз оған. Кім жүріп жатыр? Премиум жүріп жатыр, көмір жүріп жатыр, Сарыөзен жүріп жатыр. Ол жаққа бармайды ғой, премиум жерге. Жүріп жатыр. Біз ғана жүріп жатқан жоқпыз. Сарыөзеннен сіздер әкелесіздер. Неге сол Сарыөзеннің сол жерге келген тупикка неге ашпайсыздар? Өйткені мен сізге айтып жатырмын ғой. Бұрын болған переезд болды ғой бұрын, мосттың жанындағы. Сол жерге тура сол жерге мен жаздым. Сол жерден бізге рұқсат беріңізші переезд жасап тастайық. Рұқсат берген жоқ, КТЖ берген жоқ бізге, темір жол. Аштырыңыздар. Жоқ, оны сіз түсінбейсіз. Мен 1000 хат жібердім. Енді оны артынан жүгіре беретін, оған кіргізбейді даже оны. Барсаңыз да кіргізбейді оны. Сіздер қара. Сіз енді бар ғой, осы ауылдың бүкіл проблемаларын бізге іліп жатсыз. Ашқын айтып жатсыз. Жалпы міне, сіздер жүргелі біздің жолымыз быт-шыт болды. Расын айтайын. Бұл ондай болмаған. Бізден ғана басталды. Осы биыл ғана басталды ма? Сіздер неге сол тиіп тұрған тупикка неге ашпайсыздар соны? Нені? Сол көмірден сол жерге неге тупиктарыңызды ашпайсыздар? Ана Сарыөзеннен келіп сол бізге бұрылып тұрса, сол жерге неге ашпайсыздар? Қай жерден? 68. Неге сіздер ауылдың ішіне неге ашасыздар? Ағай, сіз білесіз ба, бір тупик ашу үшін қанша ақша керек, қанша уақыт керек, қанша күш керек? Жоқ, ол жерге 68-ден жаңа тупик салу керек, дұрыс па? Салу керек, оның қанша уақыт кетеді, қанша күш кетеді, қанша ақша кетеді. Қандай жағдай? Жағдайларыңызды сіздің акиматыңыз бізге хат жазып, официально обращениемен шықса, жауабын береміз. Шамамыз келгенше көмектесеміз. Бірінші жиналыста оның бәрін айттық біз. Біз көмектеспейміз, істемейміз деп істеп жатқан жоқ. Ондай сөз болған жоқ бізде. Мен мына жерде 40 жыл тұрамын. Мына арбат салғанда басында айтқан, мына немен айдандырып, қаламыздың бәрін көк алдандырып береміз деп. Міне менде қазір мынандай беріп кеткен қағазы да бар, әкпедесін алып келдім. Жоқ, қане? Қағазы керек жоқ айға маған. шумен жай бір анда-санда бір су төгіп нетіп береді. Болды. Басқа Біреудің сөздеріне мен жауап бере алмаймын. жоқ, сол тұсауын ғой сіздерде мына ертең біз қол қойып береміз, болды сосын. Ертеңгі күн болсын, орындамасын, сонда айтасыз. Орындалмайды. Біліп тұрмын. Қарсы болып болды бір сөз. Біз қарсымыз. Егер сіздер қандай бір жағдай жасаса, міне халық жиналады, мосын жауабымыз болды сол. Нені жауасыз? Қалай тасыңдар, олай тасыңдар. Телевидение Шақырыңыз. И жауабымыз. Шақырыңыз. Болмайды бұл. Сіздің құқығыңыз ол, шақырыңыз. Жалпы сіздер өз білесіздер ғой. 12-ден 15 шақырымда болу керек мынандай недер. Заң бойынша. Сіздермен заң болмайды, бізде заң білеміз. Гжан, поясните по закону. А сіздер қалың тұсын әкеп аласыздар, қазасыздар, жан-жақтан не, ұрлық түсіп жатыр ма, білмейсіздер ме? Депауырдың представителімін. Бұл кісілер үкіметтен осы жерде ашуға, рұқсат алуға документ тапсырады ғой. Сол кезде барлық сандар, барлық цифрлар түгел көрсетіледі. Оны көрдім, ерте жіберді маған. Өкімет ол ана жақта отыр, мына жерге келіп көрді ма, мына Олар жерге? енді өзінің заңымен естіп отыр ғой. Жоқ, заңмен ал, істесінші ал, заңсыз бұл, бірінші. Ауылдың шетіне бұл кісілер кіруге неме. Міне біз күнде телевизор көреміз, күнде новости естиміз. Міне жай жолға құм алып жатқан кәрелер, міне 6 шақырымнан ашқан, уже халық шықты да жаудырып тастады ал. Халықпен санасу керек. Күнде новости қарап отырмыз, күнде Қазақстанның несін көріп отырмыз біз. Біз алыста отырып сол бәрінен қалып отырмыз. Өз беттерімен келіп, осы жерден Бұл жоғарыда отырғандар не біледі? Шұбаркөлде қандай жер, қай жерде біліп отырған түгілі жоқ. Қол қойып береді болды. Барлығы көрсетілген ғой, мен алдарыңызда карта, мынау шақырым, мынау бәрі Өзіңіз сұрақ қойып тұрмыз ғой, бұл кім бе тоқсан? Халықпен сөйлестім, ақылдастым, осыны ашамыз, біз тасимыз көмірді деген қағаз бар ма сізде, рұқсат берген халықтың? бірінші документ, құжат үкіметке тапсырылады. Мен сіздерге айтып отырмын ғой, сіздердің алдарыңызда ашқан компанияңыз осында келіп, осындай айырма айтты. Бізде ана жерде жауап болады деді, ешқандай шаң шықпайды деді. Оның ішінде роботтар жұмыс істейді деді. Көрдіңіз бе? Адам істемейді деп тұрып айтқанбыз. Ал міне қане, мен сіздер алып жатсыздар, ертең жауап. Төмен мына кісілер отыр, жауапкершілік алып отыр мойындарына, істейміз деп. Егер істелмей жатса, тағы да айтасыздар. Міне істемей жатсыздар. Істелмей қашты ғой уже. Жол біздің қашты ғой уже. Кісілердің жоспары
Қанша жыл болды сіздер істегелі? 1,5 жыл болған жоқ әлі, 7-8 ай болды. 7-8 айда ауылға не істедіңіздер? Қалай не істедіңіздер? Ауылға Ол сұрақты әкіміңізге қойыңыз. Жоқ, бері қарашы, бауыр бейінен тыңда. 7-8 ай істедіңіздер, 7 ай істегенде мына жолға бір рет су түрттіңіздер ма? Төккен жоқпыз. А, Өйткені біз қазір бүгін ғана айқайламай ақ қойыңызшы. Бүгін ғана жиналып осы сұрақтарды сөйлесіп отырмыз ғой. Енді қазір осы совещание өткеннен кейін су себеміз бірінші жиналыста сіз болған жоқсыз, тағы бір қайталайын. Ол мәселе шешілді. Сонда оны айтқызбай оны көреміз шешілгенде. айтқызбай мысалы халық жұмыс істеп отыр жерде мысалы шаң біздің шаң келіп айтқызбай істеуге болмайды да. Біз тиісіп айту керек соны шықпа. Мысалы сіздер міне ашып отырсыздар, міне ауылдың адамдарына жұмысқа алып отырсыздар ма? Иә. Ерке, работает мы. Кім? Кім істейді? Кім істейді? Жоқ, ол повар кем жоқ, басқа. Мысалы Жастар жұмыс істейді ме? шаруаларыңызға ауылдың жұмыс жоқ, балаларды алып жатсыздар ма? Кім істейді? Айтыңызшы. Kimde профессия var? İslam'da altı жұмысқа промышленный. Опытасы профессия бар. Басқа бізде пока адамгершілік енді ғана алыватырмыз адамдар. Енді ғана нашылық. Вот сол жағдайдың бәрін жасау керек. Вот мен соны айтып тұр, бұл кісілер мойындарына алып тұр. Жасаймыз. Біз халыққа барынша шамамыз келгенше көмектесеміз деп 21-ші жиналыста барынша айтқан. Ең біріншісі мына мосты жолдың мәселесін шешіңіздер. Ең бірінші. Ағай, тағы бір айтып шығайыншы сізге. Мосттың мәселесін сізге әкімшілікке бару керек, акиматқа бару керек, Нуринский районный акиматқа бару керек. Өйткені ол мемлекеттің балансында, түсініңіз. Я обязательно сөйтіңіз. Егер мемлекеттен бізге келсе, жігіттер, сендер де осы көпірден жүріп жатсыңдар, көмек көрсетіңдер, істеңдер десе, істейміз біз. Отыр міне, тыңдап отыр. Жазу керек, халық шығыңдар, жазыңдар, ана көпір құлайды скоро. Оны әкімшілікке жазасыз. Түсініп отырсыз? Ол бізге қатысы жоқ көпір. Жоқ, сіздер қатысы жоқ болса, сіздер Жоқ, сіз түсінбейсіз, мен сізге түсіндіріп жатырмын ғой. Мемлекеттің балансында ол. Түсініп отырсыз? Біздікі болса, өзіміз істеп береміз. Біздікі болса. Жарайды, сізге де қатысы жоқ, бізге де қатысы жоқ болсынша. Сіз жаңағы бұлай қарапайым адам ретінде қарауға бола ма? Болады. Болады ғой? Болады. Біз мына жерде тұрып отырған халықпыз. Иә. Біз не үшін шырылдап отырмыз? Мысалы, сіздер айтып отырсыздар 25 тонна деп, ол жерден 25 тонна өтіп кетті қарғам. Ағай, онда бүйтейік. Бәріміз бір қарапайым адам сияқты қарасақ, бәріміз шығайық онда. Бәріміз шығайық та көпірді істейік онда. Бәріміз қосылайық онда. Біз неге бізге келіп жатсыз? Онда бәріміз бірдей болсақ, бәріміз бірге шығып оны істейік. Біз де жазайық. Давайте жазайық. Бірлесіп жазайық. Ана көпірмен жүрмеу керек. Давайте. Мен сізді осы сұрақта қолдаймын. Бәріміз жазайық. Сіз население атынан жазыңыз, біз өзімізден жазамыз. Жансая, жазу керек. Сендер жазсыңдар әлі. Онда мосттан бақы жұмыстасың онда, халық қарсы. Ана ертең мост құласа, сендер ешқайда шыға алмай қаласыңдар. Ешкім шыға алмай қалады онда. Жұмыста тоқтайды, бәрі де тоқтайды. Жұмыста тоқтайды. Темір жолда тоқтайды онда. Бәрі тоқтайды. Айтып отырмын ғой, мен өткенде. Енді ағай, мен сізге айтып отырмын ғой. Бірлік болса тірлік болады дейді ғой. Бәріміз қосылып, сіз халық ретінде, біз өзіміз атымыздан хат жазайық, әкімшілікке жазайық, Нұра ауданына жазайық, облысқа жазайық. Қарағым, мынау көпір құлайды. Бірігіп, бірдеңе істейік деп. Шопаркөл көмір бар, премиум бар, бәріміз қосылып, онда әңгіме жоқ. Бәріміз қосылып істейік онда. Біз істемейміз деп жатқан жоқпыз ғой. Жазайық. Хат жіберді. Хат бәрі істеп Енді Бұл ғаш, бауырым, бұл Совет үкіметінің кезінде. Ағай, мен сізді түсініп отырмын. Иә. Қазір ол жерден 90 тонна мен өтіп жатыр. Мен сізді түсінемін, аға. Төртесі немен өтіп жатыр. Ана бір күн құлайды, бір күн авария болады ол жерде. Точно айтамын. Түсініп отырмын. Өтіп бара жатқан машинаның қасында қазір өзім кішкене машинамен бардым. Уже дірілдей тоқтай қалдым да, өтіп түстім. Кәдімгі шайқалады ана мост бар ғой. Бізге ондай хат келді сіздің акиматыңыздан. Мост в аварийном состоянии, осылай деп. Енді біз не істейміз, ол біздің баланс емес. Мен даже КТЖ-ға да, темір жолға да хат жібердім. Мынау көпір сынады в аварийном состоянии. Бізге жанынан рұқсат беріңіз переезд жасауға деп. Рұқсат бермей жатыр. Не істеймін енді аға? Қарашы, ертең сіздер бір машинеңіз тасып келе жатыр, ана жерде жаңағы оқысан, сол момент тарып қалса, сіз жауап бересіз. Жауап береміз. Дұрыс айтасыз. Бауырым,
біз хат деп қоймағаннан қағазбен жасап қойып жұмып отырмыз. жоқ ағай қазір заман сондай енді хат болмаса ештеңе мынау бар, міне біз осылай халықтікін алып алып, міне халық бүйтіп жатыр. жазыңыз мен сізге айтып отырмын ғой бірігіп істейік бірігіп хат жазайық жалоба жазайық енді мына шаң мәселесін шешуіміз керек. шаң мәселесін шешеміз енді міне ол шешілмейді ма? жоқ шешіледі пыли подавление жасаймыз су шашамыз жерге жолға да шашамыз бізге кіретін жолға шашамыз біздің площадканың ішіне су шашамыз Сосын арқанда не істейсің? Шаң болады ғой. шаң болмайды деймін Арқанда балуан тиеді ғой саған арқанда. енді ол шаңды қайда ол даже заңмен ол не предусмотренный нәрсе ғой Сіз жаңа сол шаңды құртамыз деп отырсыз. Құртамыз. Шаңды құртамыз емес, бұл кісілер өздеріне тиесілі территорияға ие боламыз, яғни шаңды шығармаймыз. Енді ол вагонға салға, сіз мысалы қорадан көмір әкелген кезде ол да шаң болады ғой. Енді қараңызшы сіз. Көмір артқанда ол қалай да шаң Сіздер шығады. анау Оны не пакетпен дейін? жауып қоя алмайсыз ешқандай. Бауырым, сіз қара, анау не дейін, мостың бер жағынан қазып тастаңыздар. Біздің азын аулақ малымыз бар ұстап отырған. Біз ар жағынан айдап әкелеміз, ана нені көреді де айланып қашады. Қойып жүреміз сосын. Негізі сол жерді қазбай ақ. Қазір енді дамыған заман, 21-ші ғасыр. Жан жақтарына пәле-пәле камера отырып, ұмытып болса ұсталады ғой сол жерде. камера бар аға камера қойдық жақында Ол неге қазасыздар айтыңыздаршы, соны айтыңыздаршы. Не үшін қазбай? береке пояснение дайте жартысын өзін көміп қоя берген рас Ана жерде біз малы жылқы мал айдай алмаймыз. Бұл жерде заң жүзінде біз мысалы территорияны өзіміз заңда көрсетілген ешкім заңды бұзып жатқан жоқ. Топырақты сыртқа емес ішіне қарай специальный штаб заңда көрсетілген ақпен қармен. Егер жаңағы мал өткел жасап берді десеңіз, мен қай жерге келіп көрсетіп жасадым. Сол жерге алдында сен мал алдында өткел жасап беремін. Енді ар жақ баста қазір мал өткел анау видно ол жерге жасап бердім, жоқ көтермеді дегеннен кейін қазір ол жерге жылқы да мал да. Бірақ ішінде мал да, сиыр да, қой да жайлы жүр, жүз төбесінің ішінде жүр. Оның бәрі ел жұртына ойлап отыр. Мен тыңда бауырым. Былтыр осы жерде прокуратурада келіп әңгіме де келді. Біз мына разрезін айттық. Айдандыра қазып тастаңыздар. Ана жерге біздің малымыз түсіп өліп отыр бар. Сол малдың шығынын кім төлеп береді? Ал ол бола ма дегенде Питканың прокуратура айтты. Тұрғызып тұрып айтты. Сіздер неге қазасыздар деді. Сіз қоршағын келе ма? Сетка тапып қоршағыңыз деді. Неге сіздер қазасыздар деді. Ертең біреу мотоциклмен барып қалса сіз жауап бересіз ба деді. Ана кісі үндей алмай қалды. Сосын олар Питкаға сөйлесеміз деді. Одан кейін не шешкенін біз білмейміз. Ертең мысалы біз жылқы қуамыз, міне жастар бар. Ана жерде қуат қараңғыда айдайды мысалы кейде. Мотоциклдің жарығы не жағы? Жылқы былай қашады, білмей кіріп кетеді. Жаңа айттыңыздар, мен жаңағыдай өшпен өшердім, осыны растаймын, өткел жасап бердісің, мен жазып. Ерекеміз үшін алдында көмекті айттым ғой. Ақпен қарағыз айттыңыз, біздің осы граница болып сол жерге. Сосын мен айттым ғой, ведірдің қасынан бір метр ма жарым метрде көміп тұр. Тұр ғой қазір, сен қашан бардың? Қазір қараймын. 2 ай болды. Сол жерде жоқ, енді оған айласы жоқ бауыр. Өзі мал өтетін де жоқ. Тұр аға. Жоқ, сендер 1 метр, 2 метр жерде мал өтпейді ғой. Сіз маған келіңіз, мен айтыңыз, мені бауырым осы маған 4 метрге істеп бер, мен ауылдан былай өтеді, мына жерден былай, неге қарай өтеді, мосттан былай қарай. Істеп беремін, личный өзі өзіңіз қарап тұрасыз, личный істеп беремін. Вот сондай мәселелер шешу керек. Ол болмайды. Көрсетіп береді. Поливалка. Шаң мәселесі. Шаң жылдамдатыңыздар. Мына шаң деген бала далада ойнай алмай жатыр қазір. Кір жая алмаймыз мысалы. Сіздер ол кезде мен болып алмадым, жұмыста болдым. Жайып келіп отырғаным сол. Ағатай отырды, сол кісі айтты. Сосын тал не болды, егілеміз бе? Былтыр өсіп Енді биылға уже кеш қой, уже күздің кезінде отырғызбаса, қазір енді жаз басталып кетті, ол тал уже өспейді. сол шаң мәселесі шешіңіздер ме? Биологиялық несі бойынша. Екі шықпай уақыт бересіздер ғой. Ол ертең бір күн істеп сынып қалды, оның деген әңгіме болмасын. Ол бәрі істейтін нәрсе істемейді. Үстіне жамы жалғыз өйміз, енді как-то вот, таңертең кешке поливалка бір өтеді. Каждый машина потом жүреді. Ауылда жүріп ба? 90 тонна мысалы. Таңертең кешке, бауырым, таңертең кешке дейін болмайды. Сіздің
Машинеңіз күніне неше рет істейді? Неше машина бар, айтыңызшы? 20 машина. 20 машина, ана жерден 3 машина. Сіз сеуіп кетесіз ба? Мен тыңдашы. Сен сеуіп таңертең кетесің. Ана жерден 5 машина өткен адам жоқ, құрғақ болады. Ал сен сосын кешке шашасың ба сол жерге? Көремін. Қайта күніне 3-4 рет шашу керек. Ол болмайды ол. Заңдылығы ма дейді паровоз? Көрейік, бір шашып, сосын қанша уақытта, сосын қайтадан шаммен қараймыз қай уақытта көтеріледі шам. Су қанша сінеді, шам шығып басын үшін. Оны істеп, себебі оны лайық қылмаймыз ғой. Жоқ, лайық болмайсың, ол жерде лайық болатын жерде жоқ. Жоқ, ашық. Бірден құлақтан тұрамыз. Ең бірінші бауырым ана мосттың мәселесін шешейік болмайды. мост мәселесін енді аға мен сізге айттым, бірігіп шешпесек шешілмейді ол. Қалаға жіберейік, болмайды. Ол мост ертең біздің қай жаққа өзі қалаға қатынасып, жалғыз біздің не, ертең ол құлайтын болса, біз ешкімге өте алмаймыз да, еш жерге бара алмаймыз. Қаламыз. Басқа сұрақтарыңыз болса, қорытындылаймыз. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп ұсынылған жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріліп, Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі интернет ресурсында, сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкіне жарияланатын болады. Қатысқан данышпен